Ассалаумағалейкум ардақты ағайын, сіздермен мен Әлібек және де сіздерге арнап екі ниша дайындап қойдым. Екі ниша қазір сәтте өте актуальны отыр. Саласын қаралым жинап жатыр. Мен 6 арна ашып қойдым осы екі нишаға қатысты және де 3 каналымда, арнамда бір нишаға да салам, 3 арнаға бір нишаны саламын. Әрине мен бұны өзім жалғыз істемеймін, командамен жұмыс жасаймыз. Бірақ та қаралым жақсы жинайтыныңызға командамен біз сенімдіміз. Және сіздерге де енді конкуренция көп, сондықтан бірден осы нишамен сіздермен бөлісейін. Бізбен бірге бастаңыздар, қаралым жинаңыздар және де американский ютубта табыс тауып көрдіңіздер. Мен тиктокта кіріп отырып осы нишаларды байқаған болатынмын. Яғни тиктокта да бұл трендте жүрген нишалар. Бірінші американский нишамыз «Повторяй за мной» деген. Яғни видеосына кірейік, мынаяқта горизонтальный видеороликтар. Енді бұл актуальны отқан өзі 2 апта ғана болды. Сондықтан қазір сәтте кірсеңіздер өте жақсы. Міне 2,5 миллион қаралым жинаған, одан 4,4 миллион, 4 миллион, 1,7 миллион, 452 мың просмотр. Видеороликтар жасау өте оңай, просто өзіңіз миыңызда істетіп, кішкене идеяларды ойлап тапсаңыз, жақсы просмотр жинауға бұл жақта сөзсіз. 259 подписчигі бар екен, бұрыннан жүргізіп келатқан бұл арна. Так, көрейік, 123 миллион қаралым жинаған екен, бұл бұрыннан келатқан. Монетизациясы бар, ең бастысы міне қараңыздар, монетизациясы бар. Давайте көрейік не видеоролик, яғни фоновный музыкасы Apple Music'та ғана бар. Мен бұның музыкасын табам деп басым ашып кетті, кеше түні бойы целый день отырып, сол музыкасын табу үшін әйтеуір түбінде звукозапись арқылы жазып алдым музыкасы. Одан кейін мына движенияларды сіз осы YouTube'дан ала аласыздар. Яғни движенияларын просто кесіп алыңыздар. Бағана қара экранын көрсететін. Яғни жүрген кезде, вот этот ставкаларды сіз өзіңіз нейросет арқылы немесе стыковой видеороликтар арқылы жасайсыздар. Енді бұл жақта көріңіздер, фантазия, кішкене видеоредакторды қажет етеді. Мысалы, алдыға артқа видеоны қозғалтып отыру керек. Вырезкаларды кесіп аласыздар. Немесе өзіңіз жасайым десеңіз де добро. Өйткені өзіңіз жасаңыз да бұл вообще авторский болып саналатын болады. Яғни шрифттарды өзгертіп, смайликтарды қойып, егер де сонымен заморачивать еткім келеді десеңіздер, тоже welcome. Енді мынаяқта клап, мысалы, мынау өте оңай движение, клап жасаған кезде көрдіңіздер, светтер өзгеріп отыр, мынаяқта картинка просто өзгеріп отыр. Жанады, өшеді. Екі картинканы кезектесіп қояды. Енді бұл жақта айтып кеткенде монтажымен отырып жұмыс жасау керек. Бұл видео автор құқығы қорғалған деген бір белгісі Андрей Реальди деп төмен жағына жазып кеткен. Сіздерде жазып қойсаңыздар болады өзіңіздің арнаңыздың атын. Күніне бір видеоролик жасап отырасыз және салып отырасыздар. Бұл жақта идея өте көп. Шаблон ретінде бағанағы іс-қимылдарды көшіріп алып, ал ортасында ставкаларды өзіңіз жасайтын боласыздар. Екінші арнамыз бұл жерде бағанағы нишаға қатысты, бірақ та басқашалай видеороликтарды жасау керек. Бұл да арна жақында ғана бастаған, мұны 11 күн бұрын салған, 345 мың просмотр кетті, 97, 156, 1,2 миллион қаралым жинаған. Шаблон видеороликтар, яғни бұл жақта тек картинкалар ғана өзгереді деген сияқты. Одан бөлек мен байқадым, шорс видеороликтар салып жатыр екен. Мынаны қараңыздар. Бұл бірінші видеороликті салған тоже 11 күн бұрын, яғни горизонтальный, вертикальный видеороликтарды бір уақытта бастаған, және де екі жақта да қаралым өте жақсы жинап жатыр. Оның алдында бұл арнада басқа нишамен бастаған екен. Сіздерге тоже бұл золотая правило. Егер де YouTube арнаны жүргізіп келатасыздар да, видеороликтарды никогда удалить етпеңіздер. Оны доступ по ссылке или ограничение доступ ретінде сохранить етіп қойыңыздар. Болды, қалыппасын, ол сізге мешать етпейді. Ең бастысы удалить етпеңіздер. Неге десеңіздер, өйткені удалить етсеңіздер, YouTube сізден күмәнданып қалады. Не салды деген сияқты. Мүмкін құқық бұзатын бір видео салған шығар деген сияқты. Сондықтан бұл жерде сіздерге никогда видеороликті удалить етпеңіздер. Осылай хотя бы қалдыр қойыңыздар, доступ по ссылке просто закрыть. Бұл не видео десеңіздер, тақырыпта айтылған битпен сөзді айт дейді. Яғни, қазір енді музыкасы сіздер естімейсіздер, бірақ музыкасында бит бар. Дық деп отқан саны. Муй, ма, пу, па, пу, фа дейді.
сіздер нақты сөзі балаларға арналған ба, кімге айтатын білмеймін, бірақ мысалы ручка, яблоко деп сөйтіп анау ритммен отырады, ол тыңдап соны айтып. Енді бұл американский ниша негізі. Пам 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 деп. Бұл видеоны өздеріңіз тыңдап көріңіздер. И мысалы мынау уже екінші этап, типа кішкене қиынырақ. Ручка алма деп бит бойынша оқып отырады. Ручка, ананас деп. Видеоны көріңіздер. Бұл видеороликтарды өздеріңіз көріңіздер. Және де битқа қатысты, яғни битпен бірге сөздерді айтып отырасыздар. Сол кезде бейнеролик не туралы екенін сіздер түсінесіздер. Енді бұл видеороликті жасау, былай қарап тұрсаңыздар өте оңай. Мынандай картинкаларды сіз интернеттен аласыздар, мынандай шаблон жасау керексіздер. И музыканы осы видеодан аласыздар. Болды. Егер де достар бұл нишаны қалай жасау керек десеңіздер, мен Telegram немесе YouTubeға жазып кетіңіздер. Келесі бейнероликті сіздер бірге отырып, видеоредакторды қосып, бірге жасайтын боламыз. Және достар, қазір сәтте 2026-та YouTube'ты қалай ашатын көбісі білмей жатыр. Яғни Қазақстан ойын бәрін тіркесеңіздер, не поддерживается, ошибка бірдеңке шығады. Солдан қалай өтіп кету керектігін сіздерге келесі бейнероликті шығаратын боламын. Сондықтан достар, арнаға тіркеліп кетіңіздер. Жалпы сіздерге өзім тегін білетінімді үйрететін боламын. Сондықтан арнаға тіркеліп қойып, лайк басып кет. Сау саламатта болғанша.